Орта Азиямен соғыс жүріп жатты. Атағы әлемге тараған Әмір Темірден кейін ең мықты әмірші деп атанған екінші Абдолланы жеңген Тәуекел хан Бұхар түбінде ауыр жараланып, Ташкент қаласында дүниеден өтті. Майдан даласынан күнде суыт хабарлар келіп жатты. Бұхар билігін алған Бақи Мұхаммед қазақтарды Самарқанға қарай ығыстырып тастады. Осы кезде марқұм Тәуекел ханның інісі, қарт Шығай ханның ұлы Ес Мұхаммед әскердегі билікті толық қолына алды. Осы кезде оны халық еңсегей бойлы ер есім деп атай бастаған еді. Бұл адамның алып болғаны сонша, киіз үйдің есігіне сыймай бір қырындап кіретін болған екен. Бұхар хандығында билік басына келген жәниттер, яғни кезінде Астраханнан қашып келген хандармен бейбіт келісім жасасқан ол, сыр бойындағы қаланы, Ташкент пен жазиралы Ферғана аймағын өз қол астына қаратты. Дәл сол тұста қазақ хандығы өзінің шарықтау шыңына көтерілген болатын. Осы тұста Орта Азиядағы ең үлкен қамал Ташкент қазақ хандығына қараған соң оны Жәнібек ханның немересі, Жалым сұлтанның баласы Тұрсын Мұхаммед сұлтан билікті қолына алған болатын. Ол көп ұзамай тәуелсіз хан болуға әрекет жасады. Оның артында саны мол, екі сан қатаған жұрты тұрды. Ташкент қаласынан түсетін жылдық табыс оған тұрақты әскер ұстауға жетіп жатты. Тіпті Есім хан қалмақтармен соғысқа аттанғанын пайдаланған ол Біскент, Түркістан, кейде Сауран, Әндіжан, Шахрухия сияқты үлкенді-кішілі қалаларға өзінің жақтас әкімдерін билік басына келді. Бір деректерде тіпті Тұрсын Мұхаммед хан өз атынан ақша соқтырып, алым-салық жинай бастаған айтылады. Сонымен қазақ хандығы екіге бөлініп, Түркістан қаласын орталық еткен Есім хан, Ташкент қаласын орталық еткен Тұрсын хан билік ете бастады. Олардың арасында соғыс қақтығыстар да болды. Сыртқы жауды қойып екі хан енді өздеріне бағынышты ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ билеушілерінен одақтас, жақтастар іздеуге кірісті. Есім ханның тобы Жаркент хандығына қарсы болып, Тұрпанды билеген Әбдірахым ханмен одақтасты, ал Тұрсын Мұхаммед хан Жаркент билеушісі Шажайдың, Ахметтің жақтасы болды. Бұлармен одақтасып отырған Әбдірахым мен Ахметтер де бір-бірімен жауласып отырған билеушілер болатын. Есім хан өзіне мықты сүйеніш ету мақсатында Жаркенттің ханы Әбдірахыммен құдандалық байланыс орнатып, Әбдірахымның қызы патша ханымға үйленді де өзінің ағасы Күшік сұлтанның қызын Әбдірахимге берді. Есім хан шығыстағы қалмақтарға қарсы жорыққа шыққанын пайдаланған Тұрсын хан алыстағы жауды емес, өзінің Түркістанын шауып, ондағы Есім ханның анасы мен отбасын тұтқындап, Ташкентке қайтып оралды. Төзімі таусылған Есім хан соғыстан келе салысымен 1627 жылы Тұрсын ханды бірнеше жерде талқандап, Ташкентке қуып тыққан болатын. Ташкенттің биік қабырғаларына сенген ханды Есім ханның әскерлері басып алып, Тұрсын ханды өлтіреді. Есім хан өмірінің соңында ауыр кеселге ұшыраған Ержек хан көп замай өз ажалынан дүниеден өткен екен. Есім ханның қазақ тарихында алар орны, ол үнемі әскери істе алға жылжудың және хандықтың шекарасын кеңейтіп, бірнеше қалалармен қатар тұтас аймақтарды қазақ хандығының құрамына қосып алды және қазақ хандығының Есім хан тұсындағы әскери қуаты басқалармен салыстырғанда анағұрлым алда болғандығы туралы тарихшыларда айтып жүр. Есім ханның тарихтағы орны, ол өмірден өткеннен кейін де қаншама уақыттар бойы қазақ хандығының әскери қуаты, мықтылығы көрші елдерге де білінген болатын. Бұл қазақ хандығының алтын ғасыр деп те айтуға болады.